Мінекей мынау онкология бізде облыстық. Қараңыздар, мен ана жолы видеоға түсіріп кеткем, бәрге вход. Сәлеметсіздер ме? Кіріп тұрсыз ба қазақ тілімен? Да. Передача келдіңіз бе? Иә, неге қазақша сөйлемейсіз? Неге қараңыздар, мен осы онкологияны түсіргем, мен жаңағы вход дегенді түсіріп алдым. Қараңыздар, келесі вход смены обуви бахилах, тек қана Ресей Федерациясының тілінде жазылып тұр. Мынаны енді бізде, неге қараңыздар, перечень, неге қараңыздар, тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Бізде облыстық денсаулық басқармасының бастығы Сейіт Қазинов, қараңыздар, разрушим стену, будущее без коррупции. Қазақ тілінде абсолютно ештеңе жоқ. Мүлдем қазақ тілінде ештеңе жоқ облыстық онкологияға. Мінекей Байханов басқарған қалада, облыста, ол облыста да орынбасар болып отырды. Енді осы облыста өңірде басшы, енді облыстың әкіміне ешкен көтерілді. Тек қана орыс тілінде барлығын қойған, қазақ тілдерге дискриминация Қазақстан Республикасында, Кереку қаласында, мінекей облыстық аурухана, осының алдында да түсіріп алған. Қойған, Тоқаев мырза, сіз солай енді мына облыс әкімдеріне айттыңыздар ма, қазақ тілін жолатпау жөнінде, неге барлық ақпарат тек қана Ресей Федерациясының тілінде? Неге қараңыздар? Қараңыздар, тек қана Ресей Федерациясының тілінде барлық ақпарат. Мінекей жаңағы әкім бізде Байханов істеп отырған өнері тек қана Ресей Федерациясының тілінде барлық ақпарат. Так, маған мінекей здравствуйте, қараңыздар. Бүкіл Қазақстан қараңыздар, тек қана Ресей Федерациясының тілінде амандасады. Мынау Байханов бастаған өңір, Кереку қаласы, онкология. Сіз қазақ тілдерге қызмет көрсетпейсіз, иә? Жоқ, неге? Енді неге здравствуйте дедіңіз? Енді сіз орыс тек. Айналайын, мен француз болсам. Француз сөйлейсіз ба? Жоқ, орысша сөйлейміз. Енді құлдық сана ғой сізде. Сіз кім боласыз? Айналайын, адам дұрыс тілде амандасыңыз. Сіздің санаңыз құл болса, бүкіл Қазақстан құл емес. Сіз блогер. Өзіне күлетін байғұс бейшара емес. Мінекей қараңыздар, жасы келіп қалған адам, сондай құлдарды жинап алған. Сейіт Қазинов бізде фамилиясы кім сіздердің басшыларыңыздың, бас дәрігердің? Сейіт Қазинов бізде денсаулық сақтау басқармасы, мен ана жолы түсіріп алғам, где-то здрасте, до свидания. Мінекей қараңыздар. Мінекей барлық ақпарат қараңыздар. Мінекей тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Қараңыздар. Бірде-бір ақпарат. Альгожин, заместитель директора по медицинской части, Борисенко. Қараңыздар, телефондары бар. Барлығы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мінекей, использование бәленбай тілін бе. Мынау ресепшнда.